Сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қарасай ауданы Ушинский атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Көлдиева Эльмира. Жаратылыстану 4-ші сынып. TIMSS тапсырмаларын сабақта қолдану арқылы жер және ғарыш бөліміндегі жер күнді айналғанда не өзгереді тақырыбында оқыту. Оқу мақсаты: жердің орбиталық айналуының салдарын түсіндіру, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сабақ мақсаты: жердің орбиталық айналуының салдарын түсінеді, жер күнді айналғанда қандай өзгеріс болатынын біледі, жер күнді айналғанда не өзгеретінін анықтап, мысал келтіре алады. TIMSS құралы оқушылардың білім деңгейін білім, қолдану және ойлау сияқты танымдық салаларында бағалайды. Білім блогында жаратылыстану ғылымдарында оқушылар әртүрлі материалдардың қасиеті, организмдер, құбылыстар мен процестер жаратылыстану терминдері, өлшеу бірлігі туралы білім деңгейлерін көрсетулері қажет. Тест тапсырмаларын қолдану бөлімін орындау барысында оқушылар жаратылыстану тапсырмаларының әртүрлі өмірлік жағдайлар мен кестелер, диаграммалар және графиктер түрінде берілген мәліметтерді түсіндірулері қажет және эксперименттік жұмыстарды жүргізе білу дағдыларын көрсетулері тиіс. Ойлау тапсырмалары жаратылыстану тесттерін орындау оқушылардан сол немесе басқа құбылыстарды түсіндіруді, тұжырымдары негізделген дәлелдерді қорытуды және жаратылыстану саласындағы түрлі білімді интеграциялауды талап етеді. TIMSS бағдарламасының білім блогынан тапсырма. Жер өз өсін айнала қанша уақытта бір айналым жасайды? 4 негізгі нұсқа берілген, қараймыз. Жауап нұсқасы Б. 24 сағатта бір айналым жасайды. Келесі тапсырма. Балалар күннің әртүрлі уақытында ағаштан түскен көлеңкеге қарайды. Тал түсте олар қандай көлеңке көреді? Негізгі 4 нұсқа берілген, қараймыз. Жарайсыңдар. Жауап нұсқасы Б. Келесі тапсырма. Жерде күн мен түн неліктен ауысатынын дұрыс түсіндірмесі не болып табылады? 4 жауап нұсқасы берілген. Қараймыз. Керемет. Жауап нұсқасы С. TIMSS бағдарламасының қолдану блогынан тапсырма. Модель жасау. Жердің өз орбитасы бойымен күнді айнала қозғалуының моделін жасау. Модельді жасаймыз. Керемет. Нәтижесінде жердің өз орбитасы бойымен толық айналып шығуы 1 жылды, яғни 365-366 күнді құрайды. TIMSS бағдарламасының ойлау блогына тапсырма. Төменгі суретте жер, ай және күн бейнеленген. Денелердің әрқайсысы цифрмен белгіленген. Әр дененің қозғалу бағыты бағдаршамен көрсетілген. Әр жолға сәйкес дене белгіленген санды 1, 2 және 3 деп жазамыз. Жер неше санымен көрсетілген? Ай неше санымен көрсетілген? Күн неше санымен көрсетілген? Қараймыз. Жарайсыңдар. Жауап нұсқасы: жер 2 санымен көрсетілген, ай 3 санымен көрсетілген, күн 1 санымен көрсетілген. Сабақтың соңында кері байланыс пазл әдісі арқылы өтеді.
Қорыта келгенде, әр сабақта Teams бағдарламасы дарынды оқушылар үшін қосымша тапсырмалар ретінде беріліп отырады. Teams талап ететін және еркін жауап беретін тесттік тапсырмалары ұсынылған. Барлық тапсырмалардың форматы көрнекіленген. Тапсырмалар және сұрақтар, суреттер мен сызбаларды, графиктер мен диаграммаларды қамтиды. Teams әдістемелік құрал математика мен жаратылыстану сабақтарында мұғалімдерге көмекші құрал ретінде пайдалануға ұсынылады. Бұл Teams халықаралық зерттеу сипаттамаларын түсіну ғана емес, оқушылардың білім жетістіктерін бағалауға көмектеседі. Teams бұл оқыту әдістемесі оқушылардың математикалық және жаратылыстану сауаттылық деңгейін бағалау және бірегей құрал саймандар технологияларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.